Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Барлығы сіздерде жақсы ма? Сіздердің кейбіреулеріңізбен түйіндеріңізді шешті, қуаныштымын. Кейбіреулеріңізбен әлі жасап жатырмыз, иә. Қорықпаңыздар. Сіздерге айтарым, оның бәрі жасаймыз. Маған сеніңіздер, жақсы жасаймыз. Егер де дәл қазір уақытта жасай алмаса, ертең менің екінші марафоны бар, сол жерде толық жасай аламыз. Мен оған енді көзім жетті. Жақсы ма? Сондықтан алаң болмаңыздар, сіздерге айтарым, барлығы жақсы болады. Енді қазір осылай жасаймыз, қараңыздар. Біз қазір, мен сіздерге тақырыпты айтам, тақырыпты айтпас бұрын осылай жасайық. Сіздер өздеріңіздің түйсікпен сөйлесудің ең бірінші этабын айттым. Бірінші этабының 5 тәсілі бар, соның бәрін орындағаннан кейін бар. Уже екінші этап, уже түйсікпен сөйлесу. Сол бірінші этабын орындап жатырсыздар ма? Бәрі қолдарыңызда келіп жатыр ма? Қалай болып жатыр жалпы? Соны айтыңыздар, иә. Міндетті түрде бүгін бөлісіңіздер. Бірінші этабы, менді арнадыңыздар ма? Мен деген дәптерді. Мен деген дәптерді арнағандарыңыз тек қана екеу, қалғандарыңыздан білмеймін. Екінші медитация дедім, медитацияны таңдап жатырсыздар. Жақсы, үшіншісі деген сіздерге айттым. Түйіндедім, түйінді жайлап шешеміз. Сосын йога дедім. Йоганы жайлап жасап жатырсыздар. Қуаныштым, өте жақсы. Айтып жатырсыздар маған, ұнап жатыр деп. Сосын күн сайын ерте тұрып жүгіріп жатырсыздар ма? Мен араларыңыздан көріп жатырмын. Керемет, тамаша. Фотоны жіберіп жатырсыздар, рахмет. Енді сіздерге айтарым, кітапты міндетті түрде талдаймыз. Кешке 9-да ұмытып кетпеңіздер. Кітап ол міндетті түрде, жақсы. Енді бүгінгі тақырып біздерде өзіңнің кемшіліктерің мен қиындықтарыңды сүйе біл деген тақырып. Және екінші тақырып ол бізде өркендеуге қалай жетуге болады деген екі тақырыпты бүгін сабақ ретінде алып отырмын. Дәл қазір сол тақырыпты қозғаймыз. Өз кемшілігі мен қиындықтарыңды сүйе біл. Иә, достар, иә, бәрімізде кемшіліктер бар. Жоқ емес, бар. Бірақ жайлап біз соны жойып жатырмыз, иә? Жоюдың үстіндеміз, үйреніп жатырмыз, иә? Сіздерге айтарым, сіздер қазір қандайсыздар, өздеріңізді солай қабылдаңыздар. Кемшілік болсын, мейлі қандай кемшілік болсын, ұнамайтын жағы болсын, жақсы жағы болсын, өздеріңіз солай қабылдаңыздар, жақсы ма? Оны қабылдағанда ғана сіздер өздеріңізді жақсы көресіздер. Өздеріңіз қалай барсыздар, соны қабылдаңыздар. Кемшіліктеріңізді де қабылдаңыздар, өздеріңізді де қабылдаңыздар. Сосын барып өздеріңізді жақсы көре бастайсыздар, жақсы ма? Мейлі ол кемшіліктеріңізді мені құтылу керекпін деп айтпаңыздаршы, олай керек емес. Бәрі ретімен болады, ретімен бәрі болады. Қараңыздар, біз сіздермен уже біріншісі ютубтан сіздерге сілтемесі жібердім. Екіншісі біздер бүгін уже 4-ші сабақ, бізде 3-шісі бүгін инстаграмда басталатын боламын. Сонда қараңыздар, біздер 4 күннің ішінде сіздерде жақсы өзгерістер болып жатыр, жоқ емес. Сіздер уже кітап оқып жатырсыздар, сіздер йога жасап жатырсыздар, сіздер уже талпынып жатырсыздар. Қадам бойынша, жақсы ма? Сондықтан да қорықпаңыздар, ештеңеден қорықпаңыздар. Мен сіздерге көмектесемін деп айттым ба? Көмектесемін, жақсы ма? Сондықтан да әлі бір ай уақытыңыз бар, үлгересіздер. Енді қазір медитация туралы осы тақырыпты жайлап қозғағым келіп тұр. Осы тақырыпты арнайы. Жалпы медитацияға мен кірем. Квантпен байланысқа шығам, кірем, сөйлесем, жоғары әлемге қарай барам, саяхат жасаймын. Ол өте керемет. Білсеңіздер ғой. Енді ол әлем мүлдем бөлек. Ол әлемнен кеткім келмейді. Ол шыны керек, мен деген қайтыс болған жандар бар ғой, соларды да көрем, сөйтіп көріп, рахаттанып, сол әлемнен түсем. Сөйтем негізі. Бірақ оны кейде сирек жасаймын. Медитация без слов дегенде енді былай тыңдаймын. Сонымен қатар білесіздер, мен ютубқа медитация түсірді, медитация саламын. Мен кезінде медитация қалай келгенімді ертең алла қаласа медитацияда айтып беретін боламын. Басында медитация мен мүлдем тыңдамайды едім, осы медитация без слов дегенді көбінесе тыңдап жүрдім. Сосын сөйтіп жүріп медитацияға да келдім. Медитацияны тыңдаймын, аударамын, қазақтарға керек екенін білдім. Оны тыңдаса ғана адамдар кішкене болсын ойларынан арылатынын түсіндім. Сонымен қатар сіздерге айтар, медитацияны тыңдаңыздар, міндетті түрде, жақсы ма? Күнделікті тыңдасаңыздар болады. Күнделікті 2 рет тыңдасаңыздар тыңдаңыздар, өтініш сіздерден, жақсы ма? Ойларыңызды, себебі өздеріңіз бағындыру керексіздер. Сосын медитацияға да анам арқылы келдім. Осы медитация, біреудің медитациялары маған жіберіп, басқа ұлттың орыстарын көбінесе тыңда десе, мен сосын тыңдадым, рахаттандым. Басында тыңдамайын деп жүргем, мен сонда тыңдап қабылдадым. Менде анам тума психолог, ол да адамдардың көбінесе түйіндерін шешіп, оларға көмектесе білген.
көмектесіп те келе жатыр. Сондықтан да мен солай медитацияға тап болдым. Ертең Алла қаласа медитация деген бізде сабақ бар ғой, сонда мен сіздерге бүге шүгесіне дейін бәрін айтатын боламын. Сосын мен бірінші Беслов тыңдадым, екінші рет адамдар медитациясын тыңдадым, сосын уже мен түсініп бәрін қабылдағаннан кейін медитацияны аударып барып қазақтарға керек екенін біліп, кәдімгідей жарнамалап өзімнің 13 дәл қазіргі кезде медитациямды ютубқа салдым. Енді мен медитацияларыма айтып кетейін дедім осы жерде, себебі біз анда медитацияны ертең толығымен өтеміз, бірақ қандай медитациялар бар екенін кейін армандар туралы медитация бар, өзіңнің меніңмен кездесу, жүректі ашу, жаман энергияны емес, жақсы энергияны келтіру, ертең барлығын мен түсініп беретін боламын болашақта. Сосын армандар орындалады деген істедім 3 айда. 3 айда қалай орындауға болады, сол туралы бар. Сосын қалағаныңа қол жеткіз деген жұмсаған энергия, сосын өзіңді кешір. Және таңғы кешкі медитациялар бар. Сонымен қатар өз-өзіңнен шығу медитациясы бар, яғни мен медитацияларым сапалы деп мен айта аламын. Бірақ рас басында аздап қиналысқа түстім, себебі бірнеше рет оны түсірдім, бірнеше рет аудионы жазу бір күнге емес 2 күнге де созылған кездер болды. Аударудың өзінде ең бірінші аударғанда мен қатты қиналдым, менің энергияларым таусыла бастады, шыдамым жетпей бастады, мен өте сондай біртүрлі неге душар болдым, аздап қиналысқа аздап. Дегенмен де сосын уақыт өте келе жайлап оған да үйреніп кеттім. Басында енді аздап қиын болады ғой, не нәрсе болмасын, бірден оңай болып кетпейді ғой. Сол себепте сондай жасадым. Байлық, ақша деген медитацияда бар, тыңдасаңыздар болады, ойларыңызбен сосын бөлісіңіздер. Бірақ та сол медитациялар міндетті түрде медитация курсында өтеміз, оған уайымдамаңыздар. Осы медитацияны сіздерге рет-ретімен түсіндіремін де, қайсы сіздерге керек, сол медитацияны кәдімгідей тікелей эфир ретінде біз сіздермен жасайтын боламыз. Жалпы медитациялар менде осылай. Менде сосын ютубта айттым ғой, өзіңнің өз кемшіліктер мен қиыншылықтарыңды сүйе біл, сосын барып өзің алға қарай өзіңді жақсы көре бастайсың. Мен деген расымен қиыншылықтар болсын, өзімнің қателіктерім болсын, кемшіліктерім болсын, болады ғой әрбір адамда, дегенмен солардың бәрін мен қабылдадым, онымен мен жоя бастадым. Менде мынадай болатын, мен эмоциямды басқара алмай жүрген болатынмын. Жайлап шүкір деймін, сонымен жайлап күресіп, жайлап істедім. Бірақ та мен оны қабылдадым. Мен айттым өз-өзіме, Лаура, сен эмоцияңды әлі күнге де қабылдай алмай жатырсың, бірақ қашанға дейін сен солай жүресің деп айттым. Сосын жайлап сонымен күресудемін. Сосын түйін туралы айтып кетейінші. Рас, кемшілік деп білесіздер, қиыншылық деп білесіздер түйінді. Достар, барлық адамда өзінің қиындықтары болады, менде де қиындықтар болады, мен оны жасамаймын, бар, да? Дегенмен де түйінге мен осылай келдім. Түйінді шешу бір түйін, сондай түйіндер болды. Сосын мен рас оны жылап кетірдім ол түйінді. Оны мен жаздым, қағазға жаздым. Сосын ол адаммен ойша кәдімгідей істеп барып, оны мен кетірдім. Сондықтан да сіздерге де айтамын. Сіздерде егер де түйін болатын болса, өздеріңіз бір адаммен қатты ренжісеңіздер, бір адам қиындық тудыратын болса, онда сол адамды көз алдарыңызға елестетіңіздер, сол адаммен ойша сөйлесіңіздер. Барлық мұңыңыздың бәрін шертіңіз, айтыңыз. Не қиналып жүрсіз, не істеп жүрсіз, бәрін айтыңыздар, жақсы ма? Сосын барып сол адамды ойша кездесіп, сол адаммен кешірім сұрап, сосын ол адамға рахметіңізді айтып, ол адамды құшақтап, сау бол деп, кәдімгідей құшақтап, ол адамды жіберіңіздер. Ол өз жөнімен кетсін, сіз өз жөнімен кетсін, содан кейін барып сіздердің жүректеріңіздің бәрі ашылады. Бірақ та түйінді шешудің де кезек-кезектен біздер келе жатырмыз соған да, жақсы ма? Солай жасағанда абзалырақ болады. Сосын енді мен медитация түсіріп жатырмын дедім ғой. Сол медитацияда менде осы кітап бойынша неместерге сабақ үйретіп жатырмын ғой. Сосын осы кітапты жазғаным мен 27 мамырда шықты ғой, сол кезде менде ютубта 945 адам отырған екен. Ал дәл қазіргі кезде 1200 адамға жетіп қалыпты. Қуаныштысы, қатты қуанып жатырмын. Сосын жазып қойған кітапта жақында бомба болып бәрі өзгеріп, жазылған адамдардың саны 1 миллионнан асып кетеді деп жазып қойғанмын ғой. Оған және мен сенімдімін деп жазып қойғанмын. Алла болса де, оның бәрі болады, бірақ бірден болмайды, жайлап болады. Мен оған сенімдімін. Сондықтан да сіздер де өздеріңізге сенімді болыңыздар, өздеріңіздің армандарыңызға жақсы. Өздеріңіз қабылдай алыңыздар. Өздеріңіз қабылдай алғанда ғана барып өздеріңізді жақсы көре бастайсыздар. Ал өздеріңізді жақсы көру ол өте маңызды, жақсы ма? Жақсы көру ол тәкаппарлық, ол өздеріңізді басқа адамдарды мойындамау, оларда басқа адамдардың қателіктерін, кемшіліктерін айтып отыру, сіздікі бәрі дұрыс деп айтпаймын, олай емес. Өзіңізді жақсы көру де ол бөлек. Жақсы? Өзіңізді жақсы көріп, өзіңізді күтім жасап, өзіңіздің ішкі дүниеңізге қарау, өзіңізбен өзіңіз болу, өзіңізді сөйлесу, кітап оқу, барлық нәрсенің бәрін ішкі жан дүниеңізге үңілу ғой. Сонда ғана сіз өзіңізді кәдімгі мойындай алатындай болу керек. Сол міне сен мынадай тұлғасың дейтіндей. Жақсы ма? Сондықтан да осыны мен сіздерге айтқым келді.
Рас, медитацияны көп адам тыңдады, көп адам жақсы пікірлерін білдіруде, 100% деп айта аламын, мен 98% деп. Біреулер дауысың жағымсыз деген бір-екі пікір көріп қалдым енді. Бірақ оларға мен қарамаймын. Мен ары қарай дамаймын, мен олар айтты екен деп, мен ары қарай тоқтатып тастамаймын. Себебі тек қана екі адам пікірі, маған ол бәрібір. Қаншама адамға оларын өзгертуге көмектесіп жатырмын, ары қарай да көмектесе беремін. Мінекей, жылы лебіздерді де осылай салып қойған болатын осы кітапта, жылы лебіздер деп. Солай осы тақырыпта жалпы осындай адамда сенім болу керек. Рас, ең алдымен адам өзіне сену керек. Өзіне сенсе, адам өзін жақсы көрсе, әлемді қабылдай алса, жан жағындағы адамдардың бәрін сол қалпымен қабылдай алып, оларға рахметін айтып, әрқашанда жадырап жайнап жүре берсе, түйіннің бәрі ештеңе жоқ болса, мен айтқаным бәрін бірге бір орында отыратын болса, онда супер. Мықты адам болшаңыз. Оған мен жайлап-жайлап көмектесіп келе жатырмын. Тек қатты талап етпеңіздер, жақсы ма? Өздеріңізге қатты талап етпеңіздер, бәрі жайлап-жайлап болады, бәрі бірден болмайды, жақсы ма? Біз жайлап-жайлап келе жатырмыз. Жайлап бір нәрсені сіздерден шештік па? Жайлап шештік. Екінші күні сол нәрсені аздап шешеміз, тағы шешеміз, сөйтіп болып кетеді. Жақсы ма? Көрге кетпейді. Енді келесі тақырып өркендеу үшін өркендеуге қалай жетуге болады? Өркендеуге маған білесіздер ма, ең септігін тигізген не? Кітап оқырасыз. Кітаптарды оқысаңыз, біліміңіз артады, зейініңіз ашылады, круглозорыңыз кеңейеді. Сондықтан да кітапты оқып, әрқашанда ізденіп жүргендеріңіз абзал. Мен де басында кітап оқуға соңына дейін жетпейтін болдым, бірақ та жоқ, бітіру керексің, мен бітірген ісімді бітірмесем мен біртүрлі боламын. Сосын жоқ, сен бітіру керексің, мен өзімді кәдімгідей бітіретінмін. Осыны айттым сіздерге, тағы да айтамын, мен деген 2 айда сондай 6 кітапты бітіріп тастаған болды. Содан кейін мен кітап оқуға желанием мүлдем ашылып кетті. Ашылып кеткен соншалық мен кәдімгідей әрбір кітапты бір күнде бір кітапты бітіретінде даже шамам жеткен болатын. Қатты қызық кеттім. Сосын тоқталған жоқпын, қазір де оқып жатырмын, сіздер де оқыңыздар. Мына кітап, 2 кітапты оқимыз ғой 1 айда. Сонда тағы да кітаптарды оқуға сіздерге кеңес беремін, жақсы. Енді мен оқып сіздерге ұсынатын мынандай кітаптар тізімі. Түйсігімен ойлай біл, Джон Кех, біз оны оқып жатырмыз, қуаныштымын. Және екіншісі мақсатыма жетемін, Брайан Трейси, оны міндетті түрде оқимыз. Ол екінші кезекте, ол 53 беттік. Қазақшасын, орысшасын бірақ таба алмадым. Мен соны оқыған болатынмын, жақсы. Мен оқығанымды сіздер де оқысаңыздар керемет боласыздар. Және Байяке және Кедияке, Роберт Кийосаки. Мен және Ақша Сайдмұрат Давладов. Екінші болмақ Қуаныш Шонбай. Вавилондағы ең бай адам Джордж Клейсон. Ойланып барып бай бол, думай богатей деген Наполеон Хилл. Мен тағы да кітаптарды оқыған болатын, бірақ осы ең маңызды, ең керемет сіздердің өмірлеріңізге де өзгеріс алып келетін, ой алып келетін деген кітаптардың тізімін жазған болатын. Егер керек деп тапсаңыздар, осы кітапты оқығандарыңыз абзал, жақсы ма? Ол кітаптарда не айтылады, соны айтып кетейін. Өркендеуге қалай жетуге болады? Білесіздер, айттым, кітап арқылы дедім. Сондықтан да осы кітаптардың мағынасын айтып кетсем, түйсігімен ойлай білді, енді сіздер оқып жатырсыздар. Оқып жатырсыздар, осы кітап шексіз керемет, маған мықты өзгеріс алып келген, ой алып келген, жетілдіре білген мені осы кітап болатын. Мен ол кітапты 1 рет оқыған жоқпын, 5 рет оқыдым, даже одан да көп рет оқыған болатын. Сіздермен тағы да 1 рет оқып жатырмын. Әлі сіздерді қуып жетем ала осы. Себебі мен тағы да олмен осы тағы да бір кітап жағаласып жатыр да, бірінші сол кітапты бітіруге бірінші көңіл бөліп жатырмын. Бірақ мен ол кітапты жазған дәптерім бар, сонымен сіздермен бөлісіп отырамын. Бірақ оқимын, міндетті түрде осы сіздермен бөлісіп отырамын кітапта. Осы кітапта айтатын не айтылады жалпы? Мен ол кітапта сана, ми, көзге елестету, түс көргенде қалай түсті шешуге болады, соның бәрін айтатын болады. Түрлі адамдарды мысалға келтіреді, олардың шынайы кәдімгі өмірлерін айтып, қалай жетістікке кішкентайдан қалай жетістікке жеткендеріне дейін айтады. Бәрін бейнежазба ретінде елестетіп, күнделікті өмірін өзі қалағандай етіп, адамдар жасай алатындығын түсіндіреді. Арнольд Шварценеггерді түсіндіреді, әлем мистері қалай болғанын, олар ми арқылы қалай дәрежеге жеткенін, оның қандай жетістіктері бар екен. Екінші, түрлі адамдардың ауруды өздері әкеліп, өздері жеңе алатындығы туралы айтады, мысал да келтіріп кеткен оған. Өзіңді жақсы көру, бағалау, өзге адамдарды жақсы көру туралы айтады. Мүмкіндіктер көп қырларын зерттеу туралы, түстерді оңай жолмен шешу туралы айтады. Және Мэри Кей бар ғой, Мэри Кей деген адам бар ғой, соның қалай пайда болған Мэри Кейдің, оған қалай жетістікке жеткен айтады, оны енді қызық, ала қоса оқисыздар. Сосын және проблема жоқ, тек қана мүмкіндіктер деген айтады. Мен осы сөз миымда. Ешқандай да шешілмейтін түйін болмайды, проблемалар жоқ, тек қана мүмкіндіктер деген ұстанымдар қашан ұстанып жүріңіздер, осы туралы айтады. Осы кітапта көп нәрсені шын ұқтым, маған жетілдірді, мені ой салды. 1 рет оқу ол жеткіліксіз, тағы да айтамын, бірнеше рет оқыңыздар. Мимен, түйсікпен бәрін көзге елестетіп тастау керектігін түсіндірді осы кітап.
оны өте пайдалану. Осы кітапты да мен қолданып жүрмін негізі. Екінші кітапта Байаке және Кедей әкені түсіндіріп кетейін. Ол кітапта жоғары оқу орнына түспеңдер, оқымаңдар, ол керек емес, не істейсіңдер, оңаша кәсіппен айналысыңдар деп айтпайды. Көбі сөйтіп ойлайды да, сол кітапты, сосын көбі жоғары оқу орнына түсуге қызығушылық танытпайды. Керек емес, ол кітапта мүлдем олай айтылмаған. Ол кітапта егер де сіз жоғары оқу орнына түссеңіз, өзіңіздің қалаған мамандығыңыз болмаса, уақытыңызды босқа жоғалтпаңыз деп айтады. Сол мамандықта ертең жұмыс істемейтін болсаңыз, ол мамандықты дамытпасаңыз, өзіңіз болашағыңыз сол кәсіппен маңызды болмаса, сол мамандықпен, онда керек емес оны оқып босқа уақытыңызды құртып деп айтылған. Ал кейбіреулер оны тікелей түсінеді да. Болды, мен университет оқымаймын, ол маңызды емес, университет деген жұмыс істеу керек, адам ақша жинау керек, табысты болу керек, сол арқылы адам табысты болады дейді. Жоқ, сіздер оқымасаңыздар қалай табысты боласыздар, мен соны түсінбеймін. Жоғары оқу орны ол маңызды, өте маңызды ол деген. Сондықтан да солай қабылдаңыздар, иә. Және ол кітапта ақшаға тәуелсіз болуды, ақша үшін жұмыс жасамау керектігін айтады. Яғни сол кітапта сосын актив пен пассив туралы айтады, мықты енді. Сосын Кедей әке мен Бай әкенің кәдімгідей деңгейлерін салыстырып береді. Кедей әке қалай ойлайды, Бай әке қалай ойлайтындығы туралы. Жалпы бар ғой. Менің осыған дейін өзімнің осы тақырыпқа қатысты Бай әке және Кедей әкедегі менің өзімнің ойым көбі жоғары оқу орынсыз, мен жаңа айтып кеткендей нәтижеге жетеміз деп ойлайды. Көбі үлкен мүмкіндік күтеді, көбі бірінші курстарына шығып кетеді, білем, я одан жетістікке жететін адамдар бар. Жетістікке жететін адамдар, олар сол шығып кеткеннен кейін ары қарай өмірлерін дұрыс сапалы өмір сүре алған адамдар. Қалай? Кітап оқып, дәрежеге жетіп, әртүрлі курстарға талмай барып, сондай оқыған адамдар. Бірақ олар көбісі оны айта білмейді. Мен университеттен шықтым, былай, одан шығу керек деп айтады. Ал олай мүлдем дұрыс емес, қате. Ал егер де ол сіздің мамандығыңыз болса, ол сіз жақсы көретін болсаңыз, сол мамандықта солмен дамайын десеңіз, ол сізді алға қарай жетілдіреді десеңіз, сонда сіз міндетті түрде оқу орнын оқыңыз. Бірақ та жоғары оқу орнын өзіңіз сүйіп кәдімгідей соны қалап түсуіңіз керек. Егер де қаламай түссеңіз, жай ғана ауыстырыңыз. Жарайды ма? Сондықтан да тек өзіңе ұнайтын мамандық болса, ең бастысы болғаны. Енді біз үшінші кітапта, мақсатыма жетемін деген кітапта бәрін қағаз бетіне түсіру керектігін айтады. Мақсатқа жеткіңіз келе ма, онда қағаз бетіне түсіріңіз, әрбір мақсатыңызды жазыңыз. Оны мақсатты күнде жазып жүрсеңіз, онда вообще супер болып кетесіз. Миыңызға жылдам ол барады, сол туралы айтып кетеді. Сосын мен және ақшаны жинап артына ұстап отыру керектігін айтады. 10% ақшаны жинап отыру керек, ақшаны кәдімгі жұдырықта ұстап отыру керек, жүректе сақтамау керектігін айтады. Және барлығы көзілдірік туралы айтып кетеді ол кітапта. Көзілдірік, адамдар әртүрлі көзілдірік киеді. Мысалы, бір адамдар жақсы керемет көзілдірік киеді, әлем жақсы көріп тұратын көзілдірік киеді. Барлық адамнан жүрегінен жылылық көретін, барлығы сондай мейірімді адамдар жақсы көзілдірік киеді. Ал жаман көзілдірік киетіндер бар, олар негатив, сондай ойлайтын адамдар деп осы кітапта айтып кетеді. Сосын тағы да бір нәрсе айтып кететіні, кеше ғана мен есіме түсірдім, мамам осы кітапта мен және ақшада бір күні бір адам келеді де, құдықтың басына қасында тұрады бір ата, сосын қасына бір адам келеді, айтады: сәлеметсіз ба, осы ауылдың адамдарын білейін деп едім, осы ауылдың адамдары қандай, соны туралы маған ақпарат айтасыз ба дейді. Сосын ана кісі айтады: жақсы айтайын дейді. Ал сіздің ауылдағы адамдар қандай дейді. Менің ауылымдағы адамдар деген нашар, тікелей негативті ойлайтын, өздерінің ойларын жеткізе алмайтын, өте пасық, сондай адамгершілігі жоқ, ештеңе оқымаған, ақшасы жоқ, сондай адамдар деп айтады дейді. Енді сондай айтты. Сосын ал мына ауылдағы адамдар қандай деп ол қариядан сұрағанда қария айтады: ол адамдар да мына ауылда дәл сондай. Дәл сіз айтқандағыдай дейді. Сосын ол адам жақсы кетіп қалады. Сосын екінші адам келеді: сәлеметсіз, қалыңыз қалай, мына ауылдың адамдары қандай деп ол кісі дәл сол сұрақты қояды. Сонда сол кісі айтады: ал сіздің ауылыңыздағы адамдар қандай дейді. Біздің ауылдағы адамдар керемет, адамгершілігі жоғары, әрбір адамды түсіне білетін, жақсылыққа құмар, бір-біріне көмектесуге әрқашанда дайын тұратын, сондай ашық жарқын адамдар дейді. Мен кеткенде олар менімен қоштасқысы келмей, мені құшақтап, көздерінен жас шығып, жібергісі келмей солай қоштасты деп айтады. Сосын ана кісі айтады: я, сіз
осы ауылды білгіңіз келсе, осы ауылда дәл сіз айтқандағыдай ауыл сияқты өте жақсы адамдар мұнда тұрады деп сөйтіп айтқан екен. Сонда сол кісі жақсы деп қуанып кетіп қалады да, қасында бір адам қарап тұрған кісі айтады қарияға: сіз неге бірінші адамға жаман деп айттыңыз, ал екінші адамға неге жақсы деп айттыңыз деп айтқанда, ол кісі айтқан екен: сіз ойлаңызшы, бәрін жамандап жүретін адам, бәріне көзқарасы сондай адам әрқашанда дәл сондай көзқараспен қалады деген адам. Егер де ол барлығын позитивті ойлап, барлығын жақсы етіп қабылдап, сол адамға көмектесіп, өзін бірінші өзгертіп, содан кейін барып өзіне көңіл бөліп кәдімгідей өзін дамытатын адам болса, онда ол әлемді де кәдімгідей өзгерді деп қабылдайтын адам да, өзін өзгерткен адам әлемді де өзгереді, өзі өзгертсе. Сондықтан да сөйтіп айтқанда, сіз деген егер де ол адам ауылын жамандап тұрса, ол әрі қарай да барлығын жамандайды деген сөз деген ғой. Егер де ол бәрін жақсы етіп қабылдаса, жақсылығын біле білсе барлық адамның, онда ол адамда әрқашан тек қана жақсылыққа құмар адам деген сөз. Әрбір адам өзі қандай болса, сол адамды әрқашан тартатынын ұмытпайық. Жақсы? Сол есімізде болсын. Сондықтан да айналамызға өзіміз шуақ шашуға тырысайық, өзіміз көмектесуге тырысайық, білмегенін көмектесейік, қолымыздағы нәрсені берейік, қызғанбай, өзіміз бірінші әрекет жасайық, барлығына жақсылығымызды төгейік, сонда ғана айналамызда дәл сондай адамдар жиналып жүреді. Соны ешқашан да ұмытпайық, жақсы ма? Сол кітапта осындай жазылып кеткен болатын. Ал 5-ші кітапта, 2-ші болма деген ол кітап өте жақсы. Адамдар бір-біріне қалай қарым-қатынас жасау керектігін, ескі адамдарды ұмытпай әрқашанда хабарластыру керектігін, хәл жағдайды білу үшін әлеуметтік желілерде отыру маңызын, соның бәрін түсіндіріп кетеді. Әртүрлі жағдаяттарды дұрыс шешуге түсіндіреді және басқа елдерді мысал ретінде келтіреді. Түркиядағы адамдар, мысалы Түркия еліне саяхат жасағанда, сол кісі Қуаныш Шонбай сонда әркім өздерінің жұмыстан қатты сүйетіні туралы айтқанда, мейлі ол етекші болсын, мейлі ол таксист болсын, мейлі ол аяқ киімді ремонттайтын адам болсын дейді. Олардың әрқайсына барып жағдайын сұрап барып, мамандығыңыз ұнай ма өзіңізге десе, олар қатты жақсы көңіл күймен жауап береді дейді. Олар ұнатады дейді. Сол туралы пікірін жазып, сол туралы ойын кәдімгідей ашық жазған болатын. Олар өздерінің жұмыстан рахаттанып жасайтындығы туралы. Және ол кітапты енді оқып қана қоймай, сол кітапты пайдаға асыру керек. Вавилондағы ең бай адам туралы оқыдым. Ол жерде адамдар әр нәрсе жасарда ойлану керектігін, бір тараптан емес, бірнеше тараптан қарау керектігін сол туралы жазылған. Жоқ, мен Вавилондағы бай адамда, ол кешіріңіздер, онда олай жазбайды, бәсе, олда артыңа ақша жинау туралы жазады. Ең бай адам қалай жетістікке жеткен, кедейден қалай жетістікке жеткендігі туралы айтады. Достарының арасында сол бай адам басқа да адамдарға ақша жинау үйреткені туралы айтады. Ақша туралы айтады, яғни ақшаны міндетті түрде жинап отыру керектігін туралы айтады және оны өмірде пайдаға асыру керектігін айтады. Ақшаны жинадың ба, оны енді саған ол ақшаны екі еселеп ақша шығаратындай етіп, ақшаны айналдыру керектігі туралы айтады. Және оған мысалдар келтіріп кеткен. Ойланып барып бай бол, ол Наполеон Хилл, ол кітапта енді әрқашанда ойланып жүру керек әр нәрседе. Сосын барып ойланып, шешім қабылдап, оған нақты сеніп барып, кәдімгідей бай бола алатындығы туралы айтады. Ой арқылы сен әр нәрсені шақырып алатындығын да айтады. Бірнеше тараптан емес, бір тараптан емес, бірнеше тараптан қарап ойланып, сосын барып шешім қабылдау керектігі айтады. Осы кітаптар менің шынымен де өміріме өзгеріс әкеліп, әрмен қарай дамуыма септігін тигізді. Ал менің дамуыма өзгеруіме септігін тигізген кітаптар сіздердің де өмірлеріңізге өзгеруіне септігін тигізетіні анық. Сондықтан да кітапты бір рет қана оқып қоймаңыздар, бірнеше рет оқыңыздар, және де кітапты оқумен шектеліп қалмаңыздар. Кітапты оқыңыздар, жарайды ма? Шын мен кітапты оқи отырып өзіме көп сабақ алдым, көп тіл жинақтарын білмегенімнің бәрін үйрендім десем де болады сол кітап арқылы негізінен. Сондықтан да оқыңыздар, түйіңіздер сол кітап және өмірлеріңізде пайдаға асырыңыздар. Сіз мейлі 100 кітап оқысаңыз да өмірде пайдаға асырмасаңыз, сонда ол кітапты оқудың ешқандай қажеті жоқ, шын айтамын. Ал егер сіз кітапты оқып өміріңізде пайдаға асырып, сол кітапты зерттеп барып түртіп алып, өміріңізде сол кітапты пайдаға асырсаңыз, онда сіз супер боласыз. Айтып кетеді ғой, сен 1000 кітапты оқи беріп, оны өміріңде пайдаға асырмасаң, оны оқымай-ақ қой. Өміріңде бір кітапты оқып, өміріңде пайдаға асырсаң, соның өзі сен үшін жеткілікті деп айтады. Сол қағиданы да ұстаныңыздар. Шын кітапты көп оқуға тырысыңыз, сонда зейініңіз ашылып, кругозорыңыз кеңейіп, өзіңізге деген сенімділік арта бастайды. Кітап деген енді кітап білім бұлағы деп босқа айтпайды ғой. Сондықтан да кітапты оқыңыздар. Қай жақ сізге жақын, сонда оқыңыздар. Маған осындай жағдайлар көп жақын. Мотивационный, психология, сондай жақын кітаптар жақын. Сосын әдебиетте де жақын. Барлық кітаптар неге жақын, фантастиканы да жақсы көремін.
Солай жалпы оқып отырып өздеріңізге керектігін алып отырыңыздар, түртіп алыңыздар, жазып алыңыздар, сосын сол кітапты оқып болдыңызда практика жинаңыздар. Әрқашанда практика жүзінде жасап көріңіздер. Басқа адамға жасап көріңіздер, өз ойларыңызды айтып көріңіздер, ол адамның пікірін де біліп көріңіздер. Жақсы ма? Сіздердің жақсы нәтижеге жетулеріңізді мен қатты қалаймын. Ол менің арманымның тағы да бір бөлшегі. Мен сіздердің жетістікке жетіп армандарыңыздың орындалуын тілеймін. Барлық сіздерге өзімнің күшімді барынша салуға тырысам. Сіздердің жетістікке жеткендеріңіз менің жетістікке жеткенімен бірдей тең. Сондықтан да мен аянып қалмаймын. Күшім қайсыған жетеді, соған мен сіздерге барынша көмектесемін. Жарайды ма? Сондықтан да маған сенімсіздік ешқашан да танытпаңыздар, әрқашан сенімді болыңыздар. Мен сіздерге 100% сеніп отырмын. Жақсы? Мен өзіме сенемін. Шын, мен өзіме сіздерге көмектесе алатындығыма сенемін. Енді ғана сіздің маған деген сенімділіктеріңіз керек болды. Жалпы осылай. Әрқашан алға тағы да бір мотивация беріп қояйын сіздерге. Әрқашан да алға тоқтап қалмаңыздар, артыңызға қарамаңыздар, артыңызға қашанға дейін сіз осылай қарап жүресіз. Артыңызға қарағанмен бір нәрсе өзгеріп жатыр ма? Айтыңызшы, ештеңе де өзгеріп жатырған жоқ. Керісінше ой сізді әрқашан да басқарып жатыр. Сіз өзіңізді өзіңіз жерге таптап жатырсыз. Артқы жағдайыңызға қарап, болашақта да ойлаудың қажеті жоқ. Қалай болады, не істеймін деп ойламаңыздар. Дегенмен болашақ өзіңіз қалағандағыдай өмірді елестетіп алыңыз, ол енді болады. Жақсы, дәл осы шақпен, дәл осы рахат, осы қазіргі болып жатырған нәрсемен өмір сүріңіздер. Ол міндетті түрде. Жақсы ма? Бақытты болуға сіздер лайықсыздар. Әрбір адам бақытты болуға лайық. Ал бақытты болғыңыз келсе, өзгелерге рахмет айтып, өзгелердің бақытты болғанын тілеп, оларға жәрдемдесіп, көмектесіп, не келеді қолыңыздан, соны жасағаныңыз абзал. Түсінікті ме? Өзіңіз бақытты болу үшін өзгені де бақытты қыла біліңіз. Жарайды ма? Өзіңіз бақытты болам деп өзгенің бақытын айырып қалып жүрмеңіз. Жақсы? Көмектесіңіз қолыңыздан келгенше. Мен де қолымнан келгенше аянбаймын. Бәрін берем. Қолымда не бар? Бәрін берем. Оған сеніңіз. Мен айттым ба, орындаймын өзімде. Солай жалпы осымен 2 тақырыбымыз бітті. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Өмірлеріңізге өзгеріс алып келу, өмірлеріңізге бақыт беру, көмектесу, ол маған қуаныш сыйлайды, және егер де дәл солай болып жатырса, мен өте қатты бақытты болар едім. Мен сіздерден 1000 есе бақытты болар едім, шыны керек. Сіздерді қатты жақсы көремін. Сіздерге сенем. Араларыңызда өзгеріп жатырған адамдар бар. Мен қатты қуаныштымын. Бұрынғы сізбен қазіргі сізде айырма жермен көп дейді. Мен оны білемін. Сау болыңыздар, беттеріңізде сүйдім. Сіздерге барлық жақсылық тілеймін. Армандарыңыз орындалып жатыр. Жайлап қадам басып жатырсыз, өзіңіздің дамуыңызға үлес қосып жатырсыз. Сіз мықтысыз. Сіз мен өткен мықтысыз, сол есіңізде сақтаңыз. Жақсы ма? Сау болыңыздар. Үй тапсырмасын, баяғы сол үй тапсырмасы болады. Баяғы 4-5 бірінші түйсікпен шығуға бар ғой. Бірінші табы бар ғой, соның 5 тапсырмасы бар ғой, соны орындаңыздар. Үй тапсырмасы сол 7 күн бойы соны орындаймыз. Әрі қарай бізде уже 3 күн ба сол қалды, соны орындаймыз. Сәттілік, мен сіздерді жақсы көремін.